Қазақстанда дуалды білім беру 2012 жылдан бастап енгізілуде. Мұндағы мақсат еңбек нарығындағы жұмысшы мамандарға деген сұраныстың орнын толтырып, осы салада білікті кадр дайындау. 2018 жылы дуалды оқыту бойынша сабақ беретін колледждер саны 486-ға жетті. Еліміз бойынша 7,7 мың кәсіпорындармен келісімшартқа қол қойылған. Соның нәтижесінде 34,9 студент дуалды оқытумен қамтамасыз етіліп отыр. Бұл жүйеге алғаш көшкен оқу орындарының бірі Теміртау жоғары политехникалық колледжі. Дуалды білім берудің арқасында 2017 жылы түлеп ұшқан 17 баланың 10-ы тәжірибеден өткен жерлерінде жұмыстарын жалғастырып қалған. Ал өзгелері жоғары оқу орындарына түскен. Ол 4 кәсіпорынмен байланыс жасайды. Білім ордасының студенттері іңкәр-1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде де өндірістік тәжірибеден өтуде. Теміртау политехникалық колледжінен келген түлектердің 70-60% бізде жұмыста орналасып қалады. Колледж бітірген түлектер, жаңағы еңбек бағдарламасы аясында бітірген түлектер үшінші деңгейлі мамандар болып жұмысқа алынады. Үшінші деңгейлі мамандардың орташа жалақысы 80 мыңнан астам, яғни 80 мен 90 мың ортасында, 80 мың 90 мың. Бізде өзімізді оқу орталығы болғаннан кейін біз олардың деңгейлерін көтере аламыз. Яғни бізде ондай жүзеге асырылады. Олардың деңгейлері жарты жылдан кейін көтерілуі мүмкін, үшіншіден төртіншіге немесе 4-тен 5-ге. Яғни олар бір орында ешқашанда қалмайды. Бүгінгі таңда кәсіпорында Теміртау жоғары политехникалық колледждің 15 студенті дайындықтан өтіп жатыр. Ал 2018 жылы түлеп ұшқан 10 түлек осы жерде жұмыстарын жалғастыруда. Бұл оқу орнында дуалды білім беру 2014 жылы енгізілді. Неміс стандарттарының талаптары ескеріле отырып, оқу бағдарламалары жүзеге асырылып келеді. Дуалды оқытудың енді негізгі айырмашылығы басқа оқу түрлерінен ол жаңағы көбіне тәжірибеде, өндірісте тәжірибелік түрінде оқушылардың жұмыс жасау болып табылады. Яғни 40% олар теориялық оқыту өтсе, 60% олар тәжірибе түрінде өтеді. Яғни бұл олардың кәсіптілігін, біліктілігін арттыру мақсатында. Және де осы дуалды оқу жүйесіне өтудің басты мақсаты ол жаңағы жұмыс берушілерді білікті мамандармен қамтамасыз ету болып табылады. Жыл сайын оқу барысында жоғары нәтиже көрсеткен студенттер Германияға стажировкаға жіберіліп отырады. Дармштадт қаласындағы Ивоник кәсіпорнының оқу центрінде олар сол Германия студенттерімен тәжірибе алмасады. Кәсіпорында тәжірибеден өтіп жатқан студенттердің көбі 40 мыңның маңайында жалақы және оған қосымша колледж тарапынан 17 мыңға жуық стипендия алады. Дуалды оқытудың мақсаты да осы оқып жүріп табыс табу. Сондай студенттердің бірі Айтмұрат. Ол тәлімгерлерден үйренгенім көп деп отыр. Студент тәжірибеден өтіп жатқан жерінде жұмысын жалғастырмақ. Осы мамандық туралы осы жергілікті газетке жазылған болатын. Мен осы газеттен оқып, өзім кішкентайымнан электронды заттарға қызығушылықпен осы мамандықты таңдадым. Сосын осында келдім. Өндірістегі электрик мамандығында оқимын. Мен бұл мамандықты таңдағаныма ешқандай өкінбеймін. Өйткені өзім таңдап, ешкімнің шешуінсіз өзім таңдап оқуға түстім. Мен маман болып түсетін болсам, мен уже дайынмын деп ойлаймын. Өйткені біздер практика көп. Біздер практикада жаңағы жарты жылдап та боламыз. 5-6 ай практика болады. Өте көп мерзім. Сол практикада біздер көп заттарды үйрендік. Сол үшін мен жаңағы осы комбинатымызға да түсетін болсақ, мен ол жерде бүкіл адамдарды танимын. Егер 1-2 затты білмей қалатын болса, олар маған міндетті түрде үйретеді. Ешқандай өкінбеймін. Сол жаңағы төлейтін жалақыларына мен толықтай атқарамын деп ойлаймын. Ал мысалы жаңағы инкарға производствоға барған кезімізде, өндіріске барған кезімізде барлығы үлкен көзге көрінеді. Өндіріске келген жас маманмен тәлімгерлер жұмыс істейді. Іңкәр-1 кәсіпорында білім алушылардың бойында кәсіби дағдыларды қалыптастыруға көмектесетін 4 маман бар. Студент тәжірибеден өтуге келген кезде оны өндіріс орны ең әуелі арнайы жұмыс киіммен қамтамасыз етеді. Бірінші студент келген ретте біздер ол студентке жұмыс орнын көрсетіп, таныстырып бастаймыз.
жұмыс орнымен таныстырамыз, бірге жұмыс істейтін кісілермен таныстырамыз, мамандармен таныстырамыз, техникалық қауіпсіздік шарттарымен таныстырамыз, қай операцияларда көз әйнек кию керек, металлмен таныстырамыз, металдың маркаларын таныстырып бастаймын, өзінен де сұраймын, жұмыс істейтін құралмен таныстырып бастаймын, автоматтандырылған станокпен, токарный станокпен таныстырамын. 2017-2018 жылдары Қазақстанда өндірістегі ұстаздарды оқытатын арнайы мектеп ашылды. Бүгінгі таңда ол жерде Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан мен Оңтүстік Қазақстан облыстарынан 204 тәлімгер білімдерін толықтырып шыққан. Жұмыс ұсынушыларды дуалды оқытуға қатыстыру үшін техникалық және кәсіптік білім беруді жан басына қаржыландырудың жаңа әдістемесі әзірленді. Осы стандарттың шеңберінде жұмыс тәжірибесінің шығындары, атап айтқанда оқушыларға қажетті оқу жабдықтарын ұсыну, сондай-ақ жетекшілерге сыйақы беру ескеріледі. Бүгінгі таңда дуалды оқытуды жүзеге асыру жұмыстары жалғасып келеді. Дегенмен біраз мәселелер де бар. Студенттерді тәжірибеден өткізу үшін кәсіпорындарда орын жетіспейді және білікті тәлімгерлер аз. Бірақ дуалды білім берудің арқасында еліміздің біраз жастары екі қолға бір күрек тауып отыр. Дуалды оқыту енгізілген соң мемлекет басшысы тапсырмасына сәйкес толығымен мемлекеттік білім беру стандарттары өзгертілді және барлық мамандықтар бойынша 246 модульдік бағдарламалар жасалды. Біраз жыл бұрын басталған келелістің нәтижесінде 2017 жылы дуалды оқыту бойынша білім алған алғашқы студенттер колледж қабырғаларынан түлеп ұшты. Қазіргі таңда бұл жүйе бойынша жұмыстар күшейтіліп жатыр, өйткені нарықта жұмысшы мамандыққа деген сұраныс күн санап артып келеді.